Армысыз құрметті тыңдарман, жан құмар арнасына қош келдіңіз. Мұнда өмірде болған оқиғалар баяндалатын болады. Әңгіме тыңдамас бұрын каналға тіркеліп кетіңіз. Сүйінші, әйеліңіз қыз туды. Маржандай тізілген аппақ тістерін көрсете, ақсия күлген ақ халатты медбике өзінен хабар күтіп, тықыршып тұрған Ерденнің түрі бұзылып кеткенін көріп, езуін жия қойды. Салмағы 3 келі 300 грамм, бойы 55 сантиметр, деді сосын бәсең дауыспен. О, бойы саған тартқан екен, биік болады, деді Ерденнің қасында тұрған жолдасы Сәбит мәз болып. Қойшей, деді Ерден оған жақтырмай қарап. Қаны өте сирек топқа жатады. 4-ші резусы минус, деді медбике бар ақпаратты тезірек жеткізгісі келгендей тез-тез сөйлеп. Өйт деген, қанның тобы да сенікі ғой, деген ойында ештеңе жоқ Сәбит Ерденді иығынан қағып-қағып. Сол сәтте булығып тұрған Ерден Сәбитті итеріп жіберді де кірт болып перзентхананың қақпасына қарай адымдай жөнелді. Ей, Айсұлуға бармаймыз ба? Ерден. Бала күннен бірге өскен сыралғы досының әуелі батылсыздау, содан соң ышқына шыққан даусы Ерденді тоқтата алған жоқ. Артына қайырылып қарамастан қолын бір сілтеді де әрі қарай кете берді. Сол қалпы беті ауған жаққа жүре берген ол бойын билеген өкініш пе, ыза ма, әлде өзін өзі аяу ма, әйтеуір бұрын соңды бастан кешпеген бір сезіммен арпалысып перзентханадан ұзап кеткенін байқаған жоқ. Адамдар мен машиналар ерсілі-қарсылы ағылған үлкен көшеге келіп тірелгенде барып есін жиды. Япырау, менікі не? Айсұлудың айы күні толып отырғанда аяқ астынан іссапарға кеткенін білді. Қиыла қарағанда келіншегіне бармасам болмайды. Бастық көнбей отыр, деді ант су ішіп. Шындығында іссапарға өз сұранған. Айсұлу босанатын кезде қалада болудан жоқ. Айсұлу босанғанда өзі күтіп жүрген ұл деген сүйіншін емес, басқа хабарды естимін бе, сол кезде өзімді ұстай алмай қалам ба деп жүрегі алабұртқан. Ол болса әрине, еш уайым жоқ. Онда бұл өзін қалай ұстаса да, қалай тойласа да, әжесі айтқандай сот жоқ. Тек анасының құрсағында жатып ақ, мұның жүрегін өрек бітіп қойған перзенттің кім екенін білмей Ерденнің амалы құрды. Жұрттың бәріне баласының ұл не қыз екенін оп-оңай айтып беретін УЗИ деген озық техникада бұларға келгенде дәрменсіз болып шықты. 2 рет түскенде де бала бері қарамай қойыпты. Кім де болса балаңыз әдепті, ибалы болады екен, деген дәрігер өзіне телміре қарап тұрған Ерденге күлімсірей сөйлеп. Ерден сонда ұялып қалған. Япырмай, мені қыздан бесер болған біреу деп ойлап қалдым екен, деп ойлаған былай шыға бере. Қайдан білсін, қыздарын жүрегі езіле жақсы көретін. Жолдастарының арсын-күрсін сөйлеп, алысып жұлысып жататын ұлдарымен салыстырып, талшыбықтай майысқан қыздарының түр сипаты ішінде, мінез құлқы ішінде, іштей марқайған кездері аз еместі. Тіпті 2-ші қызы туғанда бракодилсің деп қажыған жолдастарына. Ей жігіттер, ұл жасау деген қиын болып па? Шотпен шапқандай қобалақ-сабалақ етіп шығара саласыңдар. Бір жері шіртейіп тұрса болған әйтеуір. Ал қызды хас сергердің қолынан шыққан бұйымдай, қайқырынан қарасаң да көз жауын алатын өнер туындысына етіп шығару керек, деп қалжыңдаған. Бірақ уақыт өте, осындай әңгімелерден кейін сол шүртейіп тұрған бір жері бар баласының жоқтығы тура ұры ой жылт ете қалатын болды. Алғашында сонша мән бермейтін, жылт еткен ой сол бойда ұмыт болатын. Қартая бастаған әкесінің Ерденде 2 қыз, Ермекте 3 қыз, тегіміз осымен тұйықталатын шығар деп күрсінгенін естіп, шешесінің Аманбаевтардың атын шығаратын бір ұл болса деп көз жасын сығып алатын көргелі бері ұлым болса деген ойламаған жерден сап ете қалып, кәдімгідей мазалайтынды шығарды. Бірақ әлденеден қуыстанып, ата-анамның тілегі орындалар еді,
деп өзін-өзі ақтауға ұмтылатын. Обал мешік, жарының көңілін алабұртып жүрген арманын Айсұлу айтқызбай ұққан. Себебі ұл туу өзінің де арман еді. Бірақ Алла тағала бұларға анасы айтатындай бір түстес бала берсе, мұның қолынан не келеді? Ерден екеуінің 30-ға таяп барып қосылғаны бұлардың табиғат берген бала сүю мерзімінің өз қатарларына қарағанда қиынырақ әрі қысқарақ болуына әсер еткендей. Айсұлу сонда да болса үмітін үзген емес. Емделіп жүріп, жасы 40-тан асқанда үшіншісін көтерді. Ерден міне, осы сәбидің дүниеге келуін қобалжи күтті. Көңілі қаламаған хабарды естіген кезде өзін лайықты ұстай алмай қалам ба деген қорқынышта содан туындаған. Сосын Айсұлуға кім туғанын өз құлағыммен естиін, дәрігерлер перзентханаға әкетерде хабарлас, самолетпен ұшып жетем дегенде іссапарға жүріп кеткен. Іссапар деген аты ғана, мандытып ештірлік бітірген жоқ. Көңілі алаң болып, қайта-қайта қалта телефонына қарап жүргенде Айсұлу перзентханаға кетіп бара жатқанын хабарлаған. Ерденнің дегбірі қашты. Өзі білетін барша әулие әнбиелерге сиынып, бір ұл берші деп жалбарынды. Бірақ көңілінің бір түкпірінде осымның бәрі бекер ғой деген ұры ой қылаң берген. Жаратушының өзі сездірген ғой. Айтқандай, әуежайға күтіп алған сәбит Айсұлудың перзентханаға түскенін естіп, жолай бір құшақ гүл сатып алған. Ол гүлін беріп жіберсе, Айсұлу мұның келгенін біліп, күтіп отырған шығар. Менің жүрісім мынау. Ерден қол көтеріп, бір машинаны тоқтатты да, үйінің мекен жайын айтты. Ондағы ойы қыздарын перзентханаға ертіп апару болатын. Есіктен кіре берген мұның мойнына асылған Айжан мен Әсел әкесінің құшағына таласып, менің папам деп жүрегін шаттыққа бөледі. Қане, дауласуды қойыңдар. Екеуіңнің де папаңмын. Дұрысы, үшеуіңнің де, деді Ерден қыздарын бауырына басып. Тез киініңдер, перзентханаға барып, бөпемізді көрейік. Ерденнің келіншегі босанып, үшінші қызды дүниеге әкелгені туралы хабар ағайын мен жора жолдастың құлағына сол күні-ақ жетті. Тағы да қыз ба? Десті Ерденнің ұлдан үмітті екенін білетін кейбіреулер. Бірақ Ерденді көрген кезде қауқылдасып, арқасынан қағып құттықтап жатты. О, Ерден ака байтын болды, деді ауладағы шатырда көкөніс сататын өзбек жігіт. Өз елінде ұзатылатын қызды көп әкенің мәртебелі болатынын білетін ол, Ерденді көрген кезде қалбалақтап, қолын ала жүгірді. Үш қыз тәрбиелеп өсірген әкенің орны жұмақта, деді көрші тұратын Қажапа. Айсұлу перзентханадан шыққан күні енесі көрші көлемді шақырып шілдехана жасаған. Қажапа Ерденнің көңіліндегі алабұртуды сезді ме, әлде өмірден көрген түйгеніне сүйенді ме? Ұлды шаңырақ есі дейміз ғой, бірақ қыз бала қашанда ата-анаға жақынырақ деп қойып біраз әңгіме айтты. Сас келіншектерді біресе күлдіре, біресе күрсінте отырып, не ексең соны ұрасың деген ғой. Қыз туды деп әйелді кінәлау жөнсіз деген мәселені де қозғап кетті. Әңгімесінің шілдеханадан гөрі телевизордан берілетін ақыл кеңестердей тым салмақты болып бара жатқанын байқап, қыз бала әкеге жақын болады дегенді мына Айжан мен Әселден ақ көріп жүрмін. Әкесі дегенде Айсұлуды сатып жібереді ғой шіркіндер, деп онысын Ерденге қоштатып қойды. Ерден кішкентайын Аружан деп атады. Ару десе дегендей көзі қарақаттай мөлдіреген балапан, шашы бираланып, аппақ жүзіне ерекше әр берген сәби күн сайын түрлі қылық шығарып өсіп келіп жатты. Әкесін көргенде жылағанын қоя салатын болды. Есіктен кірген бойда қолына алмаса дүние күйіп кеткендей жылайтынды шығарды. Әкесінің қасында жатса ғана ұйықтайтын әдет тапты. Ерденнің өзі де Аружанды ерекше жақсы көрді. Үлкен екі қызын да жақсы көретін еді ғой, бірақ кішкентай десе ішкен асын жерге қоятын. Қайда барса да қасынан қалдырмай ертіп жүретін. Міне, бүгін де мекемелерінде өтетін мерекелік іс-шараны көрсін деп қызын өзімен ерте келді. Қарсы кездескен бір танысы: "Ау, мына жігіттің аты кім?" деді Ерденге қулана қарап. "Қызым ғой, аты Аружан", деді Ерден байыппен сөйлеп.
Қой, қайдағы қыз? Өйтіп жасырмай-ақ қой. Сенің қыздарының өсіп кеткенін білеміз. Ал мынау жігіт тура сенің кісіре көшірмен ғой. Маладес, деді танысы көзін қысып қойып. Шындығында бір көрген жан тізеден жоғары қысқа шалбар, жұқа футболка, жеңіл кроссовка киген Аружанды ұл не қыз екенін ажырата алмас еді. О, Ерден Мұратханович, ұлыңыз аузыңыздан түсіп қалғанда екен, деді ол жерде келе жатқан Гүлмира есімді тележурналист. Бұл келіншектің осындай іс-шаралар туралы репортаж түсіріп жүретінін Ерден білетін. Мен ұл емеспін, Аружанмын, деді сәби бұртиып. Солай ма? Өкінішті, ұл болғаныңда вообще күшті болатын еді, деді журналист келіншек Ерденге көзінің астымен қарап. Қызымның қай жері ұнамай қалды, деді Ерден қылымсып тұрған келіншекке ашулана көз тастап. Ол әлде адам жанына бататын жайлар болатынын білмейтінін, әлде біле тұра өзімдікі дұрыс деп табандап отырып алатындардың қатарынан ба екен? Айтқан сөзіне титтей де қысылмай, ұл еместігі деп мырс етіп күлді. Сөзі жүрегіне біз сұғып алғандай әсер етті. Содан бастап Ерден адамдардың сөздерінен астар іздейтінді шығарды. Балалар аман ба деп ауылдан келген туысқаны кездесіп қалып хал сұраса, қыздар деуге мен аяп тұр ғой деп ойлады. Балаларыңызды жаңажылдық шыршаға әкелесіз бе? Мен тізім жасап жатырмын, деп сұрады хатшы қыз. Әдейі қыздарыңызды демей тұр ғой, деген ой жүрегін шаншып өтті. Ақыр аяғы хатшы қыз да ұл жоқ деп мені мүсіркейтін болды деп ойлады мұңайып. Бара-бара ұлының жоқтығы күндіз ойынан, түнде түсінен кетпейтін болды. Ішіне бір түсіп алып, кеулеп жеп жатқан жегі құрттай, барлық арман мақсаттарын көмескілетіріп, өмірде ұлды болудан басқа мұраты жоқ адам қалпына түсірді. Не бір қуанышты кездерінде неге менің ұлым жоқ деген ой жылт ете қалып, асып-тасып жатқан көңілін саптиятын. Тележурналист келіншектің мысқылды даусы құлағында жаңғырып талай рет ұйқысынан шошып оятты. Қап сені ме, деді жастығын мыжғылап отырып. Бірақ кіжінгенмен не істейді? Еркек болса да бар ашу-ызасын қорытқан қорғасын да етіп жұдырығына құйып өлімшетіп сабар ма еді? Кім біледі? Қарамағында істейтін біреу болса, жұмысына мін тағып қудалап күн көрсетпес пе еді? Бәлкім сонда көкірегіндегі қыжылы қайтар еді. Енді не істей алады? Ішкі арпалысын баса алмай аласұрып жүргенде Гүлмира телефон çalды. Түк болмағандай сөйлеп, компанияның ірі тұлғалары туралы хабарлар циклын жасап жүргенін, жоспарында бұл туралда фильм түсірмек ой бар екенін айтып, кездесуді ұсынды. Ерденнің қаны басына шапшыды. Дәл қазір кезінде өзін ұлың жоқ деп мүсіркеп кеткен әйелді атарға оғы жоқта еді. Кездесуден үзілді-кесілді бас тартты. Келесі күні Гүлмира Ерденнің кеңсесіне келді. Кейіпкермен тілдесуде жинақтаған талай жылғы тәжірибесі бар емес пе? Ерденнің түйілген қабағын жазу үшін бар өнерін салып, әйелдік алдау, арбау амалдарын жұмсап бақты. Көзін төңкере қарап, дауысын құбылтып, компанияның ерен табыстарына мұның үлесі аса қомақты екендігінде бұлайғы жұрт жақсы білетіндігін айтқанда, адам деген пенде ғой. Осыған дейін міз бақпай отырған Ерден елең ете қалды. Бірақ тап сол сәтте осы әйелдің күні кеше ғана баласының ұл еместігі ұнамағанын мысқылдай айтқаны құлағында жаңғырып, есіне бірдеңе түскендей бетіне тесіле қарады. Өткендегі сөзінен бері осы әйелді жастып, жігерін құм етсем деген ойдан біразға дейін арыла алмай жүрген Ерден сол сәттің келгенін түсінді. Сол оймен түсін сәл жібітіп ойланайық деді. Гүлмира қуанып кетті. Оның да өз есебі бар еді. Тұрмыста жолы болмай, алғаш бас қосқан адамынан ажырасып кеткен соң, енді қайтара күйеуге шықпасқа ант еткен. Оң солын танып, карьера жасап барып отбасын құратын шетелдік қыздар ақымақ емес шығар, дейтін ол құрбыларына. Шетелдік өмір салтына еліктеп, бірер адаммен азаматтық некеде тұрып та көрді. Сонда бір байқағаны, мұндай қатынастар ер азаматтар жағына қолайлы екен. Тең құқылы, бірақ өзара жауапкершілігі жоқ қарым-қатынастан тез жеріді. Уақыт болса, алақанынан сусылдап төгілген құмдай өтіп жатты. Жасыл ғая бастағанын бала сүйгісі келгенде түсінді.
Блокнотын ақтарып отырып, осыдан бірер жыл бұрын өз хабарына түсірген генетик келіншектің телефонын тауып алып, бала туғым келеді деп амандық саулық сұрасқаннан кейін айтты. Туыңыз деді. Ғалым келіншек күле сөйлеп. Бір мәселе бар, соны ақылдасуға келейін деп едім, деді жұмбақтап. Ғалымның келіңіз дегенін ести сала құстай ұшты. Менің ұл туғым келеді, деді бұл мәселені төтесінен қойып. Өткенде сіз баланың жынысын жоспарлауға болады деп едіңіз ғой. Маған қолайлы кезеңдерді есептеп шығарып беріңізші. Онда жалпы бұл сіздің жеке шаруаңыз екенін білемін. Менікі тек өмірден түйген жайды айтып өту ғана. Жалғыз бассыз, өзіңізге серік болатын, әрі кейін қарайласып тұратын қыз туғаныңыз жөн емес пе? Рахмет, ұл тусам жалғыз болмайтынымды білемін. Ол өзіне таңдана қараған дәрігерге жұмбақ түрмен күлімсірей көз тастады. Гүлмираның ішкі есебі мықты болды. Қай заманда да қазақта ұлы жоқ болуын, атын жоғалтумен барабар санайтындардың болатынын ол жақсы білетін. Тарихта мұрагер керек деп 40 қатын алған хандардың болғаны, қыздарын жан қатарына қоспай, балам жоқ дейтін бектердің де жер басып жүргенді бәрі де жұрттан белгілі емес пе? Солардың ізбасары бүгінгі заманда да бар екенін, тіпті кейбіреулердің мұның хабарына да қатысып, ол десе ішкен асын жерге қойып отыратынын көзбен көрген. Ішінде не бір қасқасы мен жайсаңы бар. Солардың біреуінің етегінен неге ұстамасқа? Ол үшін бар болғаны ұл туып беру керек. Сосын рахат өмір басталады шіркін. Тірі пендеге білдірмеген жоспарын дәрігерге айтсын ба? Жұмбақтай күлімсірегені сондықтан. Өзі білетін ұлға ынтызар болып жүргендердің ішінен Гүлмираның таңдауы Ерденге түсті. Ақылды, көрікті, бай. Басқа кандидатураларға қарағанда жақсырақ. Қоғамға әжептеуір танымал, өз саласында аты бар адам. Әрі естуді бойынша соңғы бірер жылда ұлы жоқтығын уайымдап та жүр деседі. Ендеше турамаған лайық кандидат екен деп ол алақанын ысқылап фильмге түсіруге келісімін алудың түрлі жолдарын ойластырып келген. Болашақ кейіпкері көп жалынтпағанын жақсылыққа жорып жымиып қойды. Фильмнің алғашқы бөлігі бейресми жағдайда Ерденнің таудағы саяжайында түсірілді. Бірінші күні былай жүріңіз, мұнда қараңыз, өйтпеңіз, бүйтпеңіз деп ығырын шығарған тележурналистен құтылғанша асыққан Ерден қайдан келсе қойдым деп өзініштей мың рет сөккен шығар. Бірақ ашуын сыртына шығаруға қашанғы әдептілігі жібермеді. Кешке таман құлаш-құлаш таспасын шығарған шығармашылық топты бостан-бос қайтаруды ұят санап дастарханға шақырды. Коньяк ішіп, көңілденген топ ұзағырақ отырып, қас қарайғанда жолға шықты. Коньяктан басым айналып тұр. Сәл жата тұрайыншы деп диванға қисайған Гүлмираны оята алмаған әріптестері бір-біріне жымың-жың етіп қарап, қалаға өздері кетті. Ерден үйіне ертеңіне ғана түн ортасы ауғанда оралды. Фильм теледидардан көрсетілгенде Ерденнен бұрын Айсұлу мен қыздары қатты қуанды. Күйеуінің қажеті қанша дегеніне қарамай, астатөк дастархан жайып, шығармашылық топты үйлеріне шақырды. Тележурналист келіншектің тым еркіндігін кәсіптік ерекшелікке балады. Ерденнің өзін сәл қолайсыздау ұстағанына, қонақтардың әлденеге жымыңдасып бірін-бірі түрткілеп отырғанына тіпті мән берген жоқ. Қыстың алғашқы айында Гүлмира Ерденге телефон соғып, өзінің жүкті екенін хабарлады. Ол өз шаруаң, деді Ерден. Мен семьямды тастап, саған үйленем деп уәде берген емеспін. Үйленбей-ақ қой, ұлың әкесіз өседі. Ерденнің бүйрегі бүлк ете қалды. Көріпкелділігің бар ма? Ұл екенін қайдан біле қойдың? Есесіне сен ғалым емессің бе? 21 ғасырда баланың жынысын алғашқы апталарда-ақ білуге болатынын естімеп пе едің? Ерденнің тілі күрмеліп ештеңе айта алмады. Жаманат жерде жатпайтынын тағы да дәлелдеп, жарының опасыздығы туралы өсек Айсұлуға да жетті. Әңгімені бастауға дәті бармай жүрген Ерден Айсұлудың ашулы сөздерін үнсіз тыңдап отыра берді. Кінәлімін, оны сенен артық көргенімнен барғаным жоқ бірақ, деді бар болғаны. Өзің не айтып тұрғаныңды түсінесің бе? Ау, ондайға ынтық болып бармағанда қайтып барады. Жек көріп тұрып, бір төсекке жаттым дегеніңді барып ақымақтарға айт.
Сенсең де, сенбесең де қой, шыным сол. Әуелгіде ұлың жоқ деген үшін оны төмендеткім келді. Ал қорлықтың ең үлкені еркектің өз ойын орындаған соң әйелді тастап кетуі. Мен де оны соңымнан жүгіртейін, кіріптар етіп, жалындырайын дегенмін. Бірақ ол менен асып түсті. Ұл туды. Соңғы сөзін терең күрсініп айтты. Айсұлу бәрін түсінді. Я, бұл ұл туып бере алған жоқ. Сол үшін ерденнен қорланып, өзін бақытсыз сезініп жүргенін де сезді. Бірақ бақыт баланың ұл не қыз тууында емес еді. Осынша құрбандыққа барған ұлдың ұшпаққа жеткізеріне кім кепіл? Қыздарын айналып үйіріліп, ет жүрегі елжіреткен әкелік сезімін бір сәтте ұмыттырған ұл. Жарық дүниеге келер жолыңа тап өзіндей 3 перзенттің көз жасы төгілетінін сезді ме екен? Дүниеге келісімен бір отбасының шырқын бұзған ұл өмірде қандай болар екенсің? Шым-шытырық ойға шырмалған Айсұлу ерденге біреулерді жылату арқылы бақытты болу мүмкін еместігін айтқысы келген. Бірақ дәл қазір оның ұлды болғаннан басқа ештеңені ойлай алмайтын күйде екенін түсініп, әңгімені созудың қажеті жоқ деп шешті. Ұлды армандағаныңды білемін. Бірақ сенің арманың арман емес, өмірдің бәр мәнін перзенттің жынысымен есептейтін ауруға айналғаның өкінішті. Сондықтан жолыңа кесе көлденең тұрып қайтем. Бар, жолың ашық, бірақ ойнастан туған ұлың бас деген сөздің бекер айтылмағанын ұмытпа. Қашанда өз пікірін білдіру үшін оны ішкі безінісіне салып, таразылап алып баратын сөйлейтін Айсұлу соңғы сөздерді денесін тітіркенткен ерден есікке беттей беріп қалтоқтай қалды. Қарсы уәж айтқысы келген аузына дәлелді сөз түспеді. Содан соң, ой, қазақ не демейді деген оймен өзін алдаусыратып кетуге бет алды. Жанары жасқа толған Айсұлу иығын сәл құшындығыңқырап, бөлмесіндегі шыға берген ерденді көзбен ұзатып, екеуі ара небір тәтті сәттері өткен төсектеріне тапжылмай отыра берді. Сыртқа беттеген ерденнің аяғына Аружан келіп оратылды. Папа, қайда бара жатырсың? Мен де барам. Ерденнің жүрегі шым ете қалды. Есіктің жақтауына сүйеніп тұрған Әселді бетінен сүймекші болған. Ол өкси теріс айналып кеткенде, Айжан әкесінің қасынан сырғи өтіп, анасының бөлмесіне кірді. Мама, папаны жібермеңізші. Сіз оны сүйем деуші едіңіз ғой? Сүйемін. Сүю деген сүйген адамыңның бақытты болуын тілеу қызым. Ал әкеңнің бақытты болу үшін ұл керек болды. Ал бізше, бізді тастап кете береді ме? Ештеңе істеуге болмайды ма? Ештеңе істеудің қажеті жоқ қызым. Мен ғана болсын деп түрлі амал қолдану сүйген жанның емес, есебі мықты аярлардың тірлігі. Айжанның амалы құрыды. Көрерміз деді, өксіп отырып, көрерміз әлі. Арада бір талай жылдар өтті. Алма-кезек ауысқан жыл мезгілдермен бірге Айсұлудың отбасында көктемдей шуақты, қыстай қатты, жаз бен күздей мәуелі оқиғалар болып, кезінде ұяларының шырқын бұзған жайда бірте-бірте ұмытылған сияқты. Жыл сайын жаңа қызығымен, кездейсоқ сынымен келген өмір ағыны шынақ ұмыттырды да, әлде ұмытқан сыңай танытты ма әйтеуір Айсұлу мен қыздары ол оқиғаны еске алмайтын. Тек анасы адам қолдан келгенше жақсылық жасауға ұмтылу керек деген кезде Әселдің қалай ойлайсыз, істеген жамандығыңның өзіңе қайтып оралғанын біреулер біледі ме екен деп сұраулы жүзбен қарағанда болмаса. Айсұлудың асып таспасақ та көштен қалып жатқан жоқпыз шүкір дегеніне Аружанның небір күні асып тасқандар туралы да естіп жүрміз ғой деп қалғаны болмаса. Айсұлу қыздарының нені меңзеп айтқандарын әрине түсінбейді емес, бірақ әңгімені өрбітпеуші еді. Тіпті қой балам, әкең байғұс жетісіп жүр дейсің бе деп тоқтау салатын кездер көп. Себебі ұл тапқан әйелімен көңіл жарастыра алмаған ерденнің ішкілікке салынып, үйінің берекесін кетіргенін, тіпті оған қол жұмсап, істі бола жаздағанын, Гүлмираның қайнатасына барып, балаңыздан құтқарыңыз деп жалынғанын бұлар да естімеген емес. Ал таяуда ғана ұлы кәмелетке толғанда ерденнің су жаңа шетелдік машина сыйлағанын, баласының оны апта өтпей жатып қиратып, өзі әупірімдеп тірі қалғаннан да хабардар болатын.
Сондықтан да бір кездері сүйіп қосылған жарының адасып, жора жолдастарының арасында жарқ-жұрқ етіп жүргенін, есіл азаматтың сонша құлдырап кеткенін ойлап аяйтын еді Айсұлу. Анасының қасқабағын баққан қыздары да сосын бұл тақырыпты қаузай бермей, оның сезімін құрметтеп, аялап, тірлік етіп жатты. Осылайша бір-бірінің жанын түсініп, өзара ел бесе жайма шуақ күн кешкен отбасы жаңа жыл қарсаңында тымық кеште аяқ астынан дүрлікті. Беймезгіл уақытта телефон жалған Айжан Ерденнің ұлы мас болып, топтасып қыз зорлады деген айыппен қамауға түскенін хабарлады. Бұларды шошытқан хабардың екінші бөлігі еді. Ұлымен жолығуға жаны ұшырып келе жатқан Ерденнің өзі машинасымен аударылып, әуір халде Айжан жұмыс істейтін ауруханаға жеткізіліпті. Жедел жәрдем келгенше далада жатып қалып, көп қан жоғалтыпты. Дауысы дірілдеді. Қан табылмай жатыр. Сирек топқа жатады ғой. 4-ші минус риск фактор. Анализдері дайын болған соң, нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі Хамитбек аға екеуміз операция жасайтын болдық. Айсұлудың құлағы шыңылдап кетті. Ерден таңата наркоздан оянғанда қасында Сәбит отыр еді. Қиналғанда да, қуанғанда да жанынан табылатын адал дос Ерден ауруханаға түскелі бері көкте Алла тағалаға жалбарынып, жерде дәрігерлерге жалынып, күні-түні осында жүрген. Төсегінің қасында ақ халат киіп мүлгіп отырған Сәбитті көргенде Ерденнің есі кіріп, көзі алдынан бүкіл оқиға зырылдап өте бастады. Жол, сапырылысқан адамдар мен машиналар, қарсы келген машинамен гүрс етіп соққан дыбыс. Қайда асығып еді? Ол ұсталды деп хабар беріп еді ғой. Ерден ыңыранды. Сәбит селт етіп мұның бетіне үңілді. Ерденнің көзін ашқанын көріп, жүрегі жарлардай қуанған ол досының ерні жыбырлап жатқанын байқап, құлағын тосты. Ол, деді, тілі икемге әзер келген Ерден сыбырлай сөйлеп. Әлгенде ғана досы тіршілік белгісін бергенде бойын билеген қуанышты су сепкендей басылған Сәбит. Олың бар болсын, деді кейіген үнмен. Өзің өліп қала жаздадың ғой. Іле артықтау кеткенін сезіп, тергеу изоляторында отыр, адвокат іздеп жатырмыз, деді қысқа-қысқа сөйлеп. Ерден тағы да аңыранды. Сәбит оның ұлын ойлап қиналып жатқанын түсінді, бірақ өз жүрегінде оның ұлына деген титтейде аяушылық сезімі жоқ еді. Керісінше, досының басын жыл сайын бір шырғалаңға салатын ұлды қолына түссе түтіп жердей зығырданы қайнаған. Бірақ онысын Ерденге айта алмай, булығып, тістеніп, іштен тынды. Тексіз неме, деді іштей. Жатырына тартқан, деп осындайды айтады екен ғой. Өткен жолы көлік апатына қатысты іс қозғалып, Ерден екеуі ішкі істер басқармасының табалдырығын тоздырып жүргендерінде, бүгінде әжептәуір қызмет атқаратын Ермек бұлқан-талқан болып, Аманбаевтардың аты шықпай қалады деп едіңіздер, шықта не? Ертең-ақ бүкіл газет шулайды. Бизнеспен Аманбаевтың ұлы істі болыпты деп. Жеттіңдер армандарыңа, деп әке-шешесіне түрсе қоя бергенде куә болған еді Сәбит. Бүгін өзі де сондағы Ермектің күйін кешіп отырғандай. Көзінің астымен Ерденге қарап қойды. Наркоздың күші қайтып, сынған сүйектер сықырлап, жарақаттары жанына батып жатса да, ол ыңқылдай дем алып, үнсіз жатыр. Байғұс досым, деді Сәбит іштей. Ұл деп әбәдемі отбасыңды тастап кетіп ең. Не көрсетті сол ұл? Қасықтап жиған абыройыңды шелектеп төкті. Қасыңда дос қалмады. Туста теріс айналып кетті. Енді міне жатырсың. Өлі мен тірінің арасында да бетіме кеткен ұлды уайымдап. Бір шама уақыттан кейін Ерден ыңқылдауын азайтып, дем алысы қалпына келе бастады. Кірпігінің дір-дір етіп, ара-тұра ернін жымқырғаны, демі дірілдей күрсінгені, оның көз жұмулы болса да, ояу жатқаннан, болған жайды ойша саралап, тығырықтан шығар жолды іздестіріп жатқаннан хабардар бергендей. Сәбит, деді бір кезде ап-анық сөйлеп, сен мұнда отырмасайшы, ана баланы шығару керек. Ермек қайда? Әуелі өзің қалпыңа кел, сосын ойластырамыз ғой, деді Сәбит, онша ыңғай бермей. Ерден досына таңырқай қарады. Ойластыратын несі бар дейтіндей. Сәбит
қитығып үндемеді. Жоғары жақта істейтін інісі Ермектің мені бұл іске қарастырмаңдар да араластырмаңдар деген Ерден қайдан білсін. Шынына келсе Сәбиттің де абыройсыз іске араласқысы жоқ. Тек досының басы аман қалғанын тілеп жүгіріп жүрген жайы барды. Оның үстіне соңғы күндердің оқиғасын көптің көзін ашып, кімнің кім екенін, өмірдегі шынайы құндылықтардың не екенін бәрін түсіндіргендей. Соның бәрін Ерденге айтайын десе, өлім аузынан қалған досын аяйды. Үндемегені сондықтан. Сәбит, деді тағы да Ерден, сен ана жаққа бар. Не істесе де, ол менің балам. Құтқаруымыз керек. Сәбитті ашу қысты. Ерденнің жағдайын ойлап, өзін қанша ұстайын десе де булыққан сезімі ырық бермей, бар ойын лақ еткізіп ақтара салды. Бала емес ол, бәле, не бетімізбен құтқарамыз? Ол деп төбеңе көтергеніңде не жақсылығын көрсетті? Айтшы. Ерден жаңа ғана жайбарақат отырған адамның бұрқ ете қалғанын түсінбей аңтаң. Сәбит болса орындығын жылжытып тақап келіп, демі дірілдей ауыр тыныстап отырды да досының бетіне төніп, саған операцияны кім жасағанын білесің бе? Деп сұрады. Ерден кім дегендей сұраулы кейіппен қасын керді. Айжан, 6 сағат бойы. Соны айтқанда жан дүниесін астан кесті кеткен алапат сезімін ірке алмай, Сәбиттің көзінен жас ыршып кетті. Сосын қазір айтпаса мүлде айта алмай қалатындай асығып аптығып сөйлей бастады. Қан көп кетіп қалыпты. Қаладағы қан орталығынан алынған қан жетпейді дегесін теледидардан хабарландыру бердік. Жан адам шықпады. Сенің қаның сирек топтағы жатады ғой. Үмітіміз үзілердей болғанда бір студент қыз өздеп келді деп естідік. Бірден операция жасау бөлмесіне апарып тікелей қан құйыпты. Жаның соның арқасында қалды. Кейіннен рахмет айтайын деп іздестірсек, білесің бе кім болып шыққанын? Аружан, деді еңкілдей жылап. Ерденнің өңі қып-қу болып кетті. Мұндай хабарды күтпегені соншалық не айтудың ретін таппай бірдеңе дейін десе, кезінде осы қыздарын жылатып тастап кеткені көз алдына елестеп, тынысы тарылып, қатты да қалды. Саған айтарым мынау, деді сәлден соң лықсыған сезіміне тоқтау салып, сабырлы қалпына түскен Сәбит сөзін жалғастырып, жаның олжа. Жол ортасына келгенде қайдағы бір елес келіп, бақытыңды басқа тептің. Сөзін қалта телефонның шырылдаған даусы бұзды. Оянды ма? Деді үрей аралас үнмен. Оянды. Айсылу үнсіз қалды. Сәбит оның жылап тұрғанын сезді. Өзінің де көңілі босап, ештеңе дей алмады. Сол кезде бағанадан бері төбеге қарап мелшиіп жатқан Ерден тіл қатты. Айсылу ма? Иә, Айсылу. Телефоныңды маған берші. Сәбит досына таңырқай қарап, әуелі телефонның арғы жағындағы Айсылуға тіл қатты. Ерден сұрап жатыр. Сөйлесесің бе? Айсылу үндемеді. Не ойлап қандай күй кешкені оның өзіне ғана аян. Ал жауап күтіп тосқан уақыт Сәбитке таусылмастай ұзақ болып көрінді. Біраз үнсіздіктен кейін Айсылу көмілжи тіл қатты. Жоға, сәлем айтасың ғой. Қайда жүрсе де аман болсын. Камал Әлпейісова, Бақыт пен елес әңгімесі.